парапрактикпен келді. Парапрактик білесіздер, ол медицина оны вообще жаза алмайды екен. Содан кейін кішкентай жаңағыдай қатты жерге отырып қалса шығып кетеді, суық жерге отырып қалса шығып кетеді, кішкентай бір 3 килограмм зат көтерсе шығып кетеді, даже өзінің баласын өзі көтере алмайды. Ол шығып кетеді жаңа парапрактик. Содан не істейміз? Геморрой сияқты ғой, ол геморрой ғой, внутренний. Геморрой анау деген сыртқа шығады ғой, геморрой ісік, анау іштен. И ол жерде еще гной жиналады. Оны 2 рет операция жасады, 2 рет операциядан кейін ол қайталай береді, қайтып шығып кете береді. В общем, солай қатты қиналып жүрген. Содан кейін осы продукциялар басталған кезде мен дегенім ең бірінші кірген адамдардың бірімін ғой. Сон дегенім мына продукцияның барлығын шетінен іше берді. Жаңа айтқан сияқты, Альмира ханым айтқан сияқты, оны неге ішіп жатқанымызды да білмедік. В общем, іше берді жаңа продукциялардың бәрі. Содан кейін жаңа не шықты ғой, порошок wellness шыққан кезде сол wellnessті ішті, іш құрылысын тазарту үшін. Енді қазір сенесіздер ма, сенбейсіздер ма, ол дегеннің шифонер қозғау керек болса да көтеріп кетеді, холодильник қозғау керек болса да көтеріп кетеді, баласын да көтеріп кете береді. Содан кейін қандай жерге отырса да, не болса да жаңағы парапрактик шықпайды. А негізі оны медицина жаза алмайды екен. Даже операция жасағаннан кейін ол қайтадан өзінің орнына келіп тұра береді екен. Даже анау үлкен нені тігішекті кесе бергеннен, ол тігішек деген мынадай қысқарып қалады екен да, кейіннен ол баламда ондай болған жоқ, Құдай сақтасын, қысқарып қалады екен да, даже адам отыра алмайтын болып қалады екен. Кәдімгідей отыра алмайды, өйткені тігішек қысқа. Менің өз семьямда осындай не